Мен кеше случайно прямой эфирға кіріп қалдым да. Яғни оның ішінде Бағдагүл ханым бар екен, сосын Айткүл. Ол қызды танымайды екен. Енді ғана соны көріп қалдым, соның эфирінде отыр екен да. Енді мен ана жерде сөздерді тыңдағанда мен в общем шоке болдым бар ғой. Мен жаңағыдай Баян ханымның концертін болдырмайық, оған бойкот жариялайық. Ол жаңа концерті өткеннің өзінде жаңағыдай қазақша стильде өтсін, жаңағыдай киімдері де ұзын болсын, жаңағыдай олар түзелу керек. Сондай немен концерт жасайтын болса да сондай немен шығу керек деп жатыр да. Енді неше түрлі сөздер айтып жатыр ана жерде бар ғой. Енді мен өзім вообще шоке болдым бар ғой. Қазақтың қыздары бір-бірімен ұрысып, қырылысып деймін да. Білмем, не жетпейді деймін да, не жетпейді. Бізге сыртымыздан қарап басқа ел күлетін шығар. Бірінші мына елді түзету үшін, өзіміздің елді түзету үшін, бірінші біз өзімізден бастауымыз керек қой. Біз өзімізді түзетуіміз керек ше. Сырттан күледі, өйткені бір-бірімізбен қырылысып жатырмыз да. Олай керек емес. Сабырлы болу керек. Бағдагүл ханым кеше эфирде отырып қаншама сөз айтып жатырсыз да. Қазағым дейсіз да, бірақ сізге жаңа сұрақ қойып жатырған басқа қатындарды да елеп отырған жоқсыз. Оңбаған деп оларды да жаңағыдай құрметтеп отырған жоқсыз да, оларды да аяп отырған жоқсыз. Жанашырлық танытып отырған жоқсыз да. Сіз, мне кажется, барлығын жек көретін сияқты болып көріндіңіз маған бар ғой. Сіз ешкімді құрметтемейтін сияқтысыз, білмеймін. Енді сөзіңіз бар ғой, енді жаман сөздің шыны керек бар ғой. Жаңағыдай кешеден неше түрлі сөздер айтып, ойланбай сөйлеп жатырсыз да. Ойланбай сөйлеген жаңағыдай ауыр бөледі дегенді білетін шығарсыз да. Бір сондай бір мақал бар ғой, жаңа ойланбай кетіп жатырсыз неше түрлі сөзді. Ертең осы сөздеріңіздің барлығына, мысалы, әдейі қасақана іс жаңағыдай ұйымдастырып жатыр деп сіз қандай да бір статьямен кетуіңіз мүмкін да. Сол үшін де кішкене эфирда еще ашық отырсыздар. Прямой эфирді барлығы көріп жатыр да. Кішкене мәдениет тәртіп сақтаған жөн деп ойлаймын да. Сол үшін де мен негізінде Бағдагүл ханым, мен сізді де жамандыққа қимаймын. Баян ханымды да жамандыққа қимаймын. Ешкімді жамандыққа қимаймын. Менімше қазақ қыздары тәтті болғанды жақсы көремін да. Өйткені біздің қанымыз бір. Қазақпыз ғой, қанымыз бір. Осы өзімізге жанымыз ашып, бір-бірімізге поддержка бермесек, айтыңызшы, мынау не масқара деймін да. Сол үшін де сабырға шақырамын сіздерді. Қатты кетпеңіздер, кешірімді болыңыздар бір-бірлеріңізге. Артық сөйлемеңіздер.